Бисмиллах, ассаляму алейкум рахматуллахи баракатух. Құрметті кәсіпкерлер, кәсіп бастаймын деп жүрген жандар, бүгінгі видеода сіздер онлайн өзіңіздің өніміңізді, қызметіңізді, товарыңызды сатудың 5 тәсілін біліп шығатын боласыздар. Бұл тәсілдер арқылы мен өзімнің әртүрлі товарларымды саттым, өзімнің инфо өнімдерімді саттым, және де өзімнің қызметімді саттым. Яғни бүгінгі тәсілдерді қолданатын болсаңыздар, сіздер онлайн сауданың нарығында жақсы бір табыстарыңызды көтеріп алатын боласыздар. Жалпы енді қазір онлайн сауданың артықшылықтары офлайн магазиндегі қарағанда өте қолжетімді. Мысалға, кәсіп бастайын дейтін болса, ол үшін аренда алудың, ол үшін сотрудник жалдаудың қажеті жоқ. Тек қана сіз үйіңізде сол товардың бір данасын ғана алып, онлайн сатып көріп, ол өтсе ғана ары қарай дамытсаңыз болады. Тіпті кез келген қазіргі өнімді тұтынушылар онлайн ала салғанды, онлайн тапсырыс бере салғанды, Каспи шықты, Viber шықты, Instagram шықты, TikTok шықты, онлайн ала салғанды жөн санайды. Сол себепті бұл тәсілді міндетті түрде өздеріңіздің қызметтеріңізге, товарларыңызға, өнімдеріңізге пайдаланыңыздар. Ең бірінші тәсіл бұл әлеуметтік желілер арқылы контент-маркетингпен сату. Контент-маркетинг бұл енді Инстаграмда қолдануға болады, TikTokта қолдануға болады, әртүрлі өзіңіздің өніміңізге арналған. Мен жалпы өнім деп алып жатырмын. Ол өнімге бізде 3 түрлі сала болуы мүмкін ғой. Сізде товар болуы мүмкін, қолға ұстайтын, немесе қызмет болуы мүмкін. Қызмет дегеніміз выездной повар, таргетолог деген сияқты, немесе инфо өніміңіз болуы мүмкін. Осы өнімге айтам қазір мен. Осы өнімге арналған жолдарды айтатын боламын, онлайн сатудың жолдарын. Енді ең бірінші тәсіл бізде Instagram, TikTok арқылы болса, маркетингке, контентке мән беріңіздер. Сапалы болуына, оның құндылығын ашатын материалдар түсіруге, видеолар, әртүрлі лайфхактар түсіруге, пікірлер салуға, кері байланыс оқырмандардан, кері байланыс клиенттерден міндетті түрде сол TikTok пен Instagramда бөлісіп отырыңыздар. Пайдалы, қызықты, сатуға бағытталған продающий видеолар дейміз ғой, сондай видеолар жасайтын болсаңыздар, сіздер TikTokта да Инстаграмда оңай сата алатын боласыздар. Енді одан ары қарай екінші тәсілі бұл инфлюенсер маркетинг. Бұл дегеніміз танымал блогерлермен серіктестік арқылы продаж жасау. Яғни сол блогердің аудиториясына шығып, нәтижесінде өніміңізді тез танымалдылыққа ие болуына себеп боласыз. Мен енді өзім осы тәсілдердің барлығын қолдандым және өте жақсы табыс таптым деп айта аламын. Бұл қалай? Мысалға, сіз аудиторияны таңдайсыз. Бір блогерді таңдадыңыз, бірақ ол блогердің аудиториясы сіздің өніміңізге қаншалықты сәйкес келеді. Мысалға, ауылда отырған келінге сіз даму бойынша, кәсіпті офлайн ашу бойынша тағы не жарнама бере алмайсыз. Ол аудиториясы тек қана үйде отырған аналар, үлкен бизнесті қаламайтын, үйде отырып сауда жасауға ғана бағыт-бағдар берсе қарайтын аналар болуы мүмкін да. Немесе қазір көп адамдар миллионник блогерлерге жарнама бергісі келеді, блогерлерге. Ол жақта көбіне тек қана бала-шаға, қызықты жастар, сондай пранктар, сондай жеңіл бір контентті қарайтын оқырмандар отыруы мүмкін. Сәйкесінше сіздің өніміңіз, сіздің қызметіңіз, сіздің инфо өніміңіз ол аудиторияға қызық емес болуы мүмкін. Немесе болады кейбір блогерлер аудиториясымен шынайы емес, белсенді емес, қанша үлкен подписчигі болса да просмотрлары өте аз. Яғни инфлюенсер маркетингті таңдау үшін сіздер блогердің аудиториясын міндетті түрде зерттеп алу керексіздер. Бірақ мен өзім блогерлермен жұмыс жасап көрдім, өте жақсы 2020-2021 жылдары жақсы жұмыс жасаған. Ал қазір енді өзіміз сол жеке бренд қалыптастырып, өзіміз блог жүргізгеннен кейін, Аллаға шүкір, жарнамаға мұқтаж болмай, өзіңіздің кәсібіңізді өзіңіз жүргізуге мүмкіндігіңіз болады. Ал үшінші тәсіл бұл мессенджерлер арқылы. WhatsApp, Telegram, чаттар, статус енді өте жақсы табыс алып келетін бағыт, бірақ көбісі пайдалана бермейтін бағыт. Менің өзімде 60 чат бар.
Оның 30-ы товарный бизнеске арналған чатым, 30-ы инфо өніміме арналған чатым. Ойлаңыздаршы, 60 чатта мен продаж жасаймын. Бұл жақта тікелей байланыс жасайсыздар, видео жазасыздар, текст жазасыздар, яғни клиент бірден сатып алуға итермелейсіздер. Бұл жақта ең бастысы сыпайы қарым-қатынас және жылдам жауап беру. Оның шешіміне әсер ететін дүние осы болмақ. Ал 4-ші тәсіл бұл SMS рассылка. Мысалға, инфо өнім сатқанда біздер звонок, SMS жібереміз, дәл сондай SMS рассылканы біздер товарға да, қызметке де жіберу керекпіз. Ол қалай? Сіздің тұрақты клиенттеріңізге жеңілдікті бірінші айтыңыз. Немесе тұрақты клиенттеріңізге, мысалы, қазір сізге бір товарды, бір қызметті, бір инфо өнімді 20% жеңілдік қойып жатырсыз ба? Тұрақты клиенттеріңізге 25% жеңілдікті ұсынсаңыздар болады. Яғни біздер мән бере бермейтін тәсілдер продажда, ол бізге көп табыс алып келуі мүмкін. Мен ең бірінші мысалға қандай да болмасын, жаңа өнім алып келсем, жаңа инфо өнім шығарсам, товар әкелген кезде ең бірінші өзімнің тұрақты клиенттеріме автозвонок жіберемін және SMS рассылка жіберіп, жеңілдікті оларға ертерек естіртетін боламын. Сол кезде менің продажым X10 есеге өскендігін айта кеткім келеді. 5-ші тәсіл бұл тікелей эфирлер арқылы. Біз Инстаграмды қолданып жатырмыз, біз SMS рассылканы қолданып жатырмыз, блогерлермен жұмысты қолданып жатырмыз, мессенджерларды қолданып жатырмыз. Енді бізге самый важный момент осы 5-ші тәсілді жасау. Неге? Себебі бұл тікелей эфир кезінде аудиториямен байланысып, бірден қарым-қатынас жасауға мүмкіндік болады. Яғни, тікелей эфирде отырып сату продажны өте қатты көтереді. Қараңыздар, жалпы клиенттер сізді SMS-іңізді көрді деге, контенттарыңызды көріп отыр, чаттардан естіп отыр, біліп отыр, бірақ сізді сенімділігі арттыру үшін эфирге кіріп көретін болса, онда бірден төлем жасауға түрткі боласыз. Сол себепті бұл сатылымды арттырудың мықты бір құралы деп айта аламын. Барлық воронканы пайдаланып, мысалы, рилстарға салдыңыз, рилсты эфирге шақырсаңыз болады. Сторисқа салдыңыз, оны эфирге шақырсаңыз болады. Блогерге салдырттыңыз, оны эфирге жапсаңыз болады. Бүгін эфирде осы өнім туралы айтып кетеді, көрсетеді деген сияқты, және эфирге кірген жандарға жеңілдік береді деген сияқты. Немесе мессенджерларда одан бөлек SMS рассылкаңызда дәл осы эфир туралы айтып шақырсаңыз болады. Енді бүгін сіздерге дәл осы 5 жолмен бөлістім. Именно осы 5 тәсілді қолдану арқылы сіз нөлден кәсіп бастай аласыз, немесе кәсібіңізді арғарата табысын арттыруға мүмкіндік аласыз. Бұл 5 тәсілді қолданады деп ойлаймын, және де нәтижелеріңізбен бөлісулеріңізді сұраймын. Бұл каналда пайдалы ақпараттарды өте көп беремін. Егер ұнап жатырса, тіркеліп алыңыздар, лайк басыңыздар, және инсайттарыңызбен комментарияда бөлісіп отырыңыздар, жазып отырыңыздар, достарыңызға таратыңыздар. Келесі шығарылымда қандай бір өзімнің тәжірибеммен бөліскенімді қалайсыздар, қандай білімді алғыларыңыз келеді, қандай ақпараттарды көбірек естігілеріңіз келеді, жазып кетсеңіздер болады. Келесі шығарылымда кездескенше.